Саламатсыздар ма? Мен Тұрғанбек Қуаныш, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті жалпы медицина факультеті 1-ші курс студенті боламын. Бүгінгі қарастыратынымыз иық белдеуі сүйектер арасындағы буындар және қол буындары болып саналады. Соның ішіндегі бірінші тоқталатынымыз төс бұғана буыны. Артикуляция стернокалавикулярис. Артикуляция стернокалавикуляристің буын беттеріне келетін болсақ, бұл бұғана сүйегінің төстік шеті экстремитас стерналис және төс сүйегінің бұғаналық тілігі инцизура клавикуляристің өзара беттесуінің нәтижесінде құралған жай буын болып саналады. Буын беттері дәнекер тінді шеміршекпен көмкерілген және буын беттері өзара бір-біріне сәйкес келмегендіктен ол дискус артикулярис буын дискасы арқылы толықтырылған болып саналады. Буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан өте мықты берік келген құрылым болып саналады. Және ол келесіде байламдармен көмкерілген. Бірінші байламы төс бұғана байламы ligamentum sternoclavicularis anterius et posterius. Бұл буын қапшығының алдыңғы бөлігінде, сонымен қатар мына суреттің арғы жағындағы артқы бөлімі, сонымен қатар жоғарғы бөліктерінде беткей орналасатын болып саналады. Және бұл байламның негізгі қызметі буынды алға қарай, артқа қарай және жоғары қарай ығысып қозғалуын тежейтін болып саналады. Келесі байлам бұл қабырға бұғаналық байламы. Ligamentum costa clavicularis деп аталады. Ол бірінші қабырғаның шеміршекті бөлігінен бастау алатын болып саналады және жоғары өрлеме бағытта өтіп, бұғана сүйегінің төстік ұшындағы қабырғалық батыңқы impressio ligamentum costa clavicularisке барып бекетін болып саналады. Бұл байламның негізгі қызметі бұғана сүйегінің жоғары қарай қозғалуын тежеу болып саналады. Келесі байлам бұл бұғана аралық байлам ligamentum interclavicularis. Бұл төс сүйегінің мойындырық тілігі инцизура югуляристе дәл осының маңындағы бұғана сүйегінің төстік ұшының аралығында өзара тартылып орналасқан байлам болып саналады. Бұл байламның негізгі қызметі төс бұғана буыны беттерін аралығын бір деңгейде ұстап тұру қызметін атқарады. Жалпы бұл төс бұғана буыны буын пішіні жағынан шар тәрізді буын, яғни үш білікті буынға жатады. Бұл буын сагитальды білік бойымен төмен жоғары қарай қозғалады, сонымен қатар вертикальды білік бойымен алға артқа қарай қозғалады және де көлденең білік немесе горизонтальды білік бойымен иық буынымен бірігіп айналу қозғалыстарында жасайтын болып саналады.